Бүгінгі біздің тақырыбымыз жер тарихы және зерттеу әдістері. Дәптерлерді ашамыз, бүгінгі күнін жазамыз және тақырыпты жазамыз. Бүгінгі сабақта біз жер тарихының шежіресімен танысамыз. Бүгінгі сабақта біз жер тарихының шежіресімен танысамыз, және қандай замандар болғанымен танысамыз, және архей, протерозой, палеозой заманында қалай тіршілік дамығанын білеміз. Палеонтология тірі ағзалардың қазба қалдықтарын зерттейтін ғылым. Палеонтолог ғалымдар организмдерді өткен дәуірде жер қабатында тасқа айналып, сақталып қалған қалдықтарын зерттейді. Әрбір геологиялық дәуірдің өзіне тән өсімдіктер мен жануарлар болады. Осыны радиоактивті изотоптар әдіспен анықтайды. Жер жасын және қандай ағзалар сол кезде болғанын. Жер тарихының шежіресі, осыны балалар жазып алыңдар. Ең үлкен ол заман, заманнан кейін кезең, кезеңнен кейін дәуір, сосын ғасыр болады. Жердің пайда болуы. Жер ғаламшары, сендер білесіңдер, 4,6 миллиард жыл бұрын пайда болды. Өйткені галактикада үлкен жарылыс болды. Сол жарылыстан біріншіден біздің галактика пайда болды. Сосын шаң тозаңнан, метеориттерден біздің жер пайда болды. Жердің ішінде ядро бар. Ядро өте ыстық болғасын, онда әртүрлі химиялық реакциялар болған. Сосын химиялық реакциялардың нәтижесінде әртүрлі химиялық заттар түзілген. Сосын жерде біріншіден білесіңдер, химиялық эволюция болды, сосын биологиялық эволюция болды. Биологиялық эволюция кезінде әртүрлі тірі ағзалар түзілді. Осы биологиялық эволюцияның замандары: бірінші архей, ежелгі заман; протерозой, алғашқы тіршілік; палеозой, ертедегі тіршілік; мезозой, ортадағы тіршілік; және кайнозой, жаңа өмір. Осыны жазып алыңдар дәптерлеріне. Егер геохронологиялық шкалаға қарасақ, бірінші бізде катархей болды. Ең үлкен, не көріп тұрсыңдар, 4,5 миллиард жыл, 3,5 миллиард жылға дейін созылған. Ол кезде жердің өзі түзілді. Сосын архей 3,5 миллиард жыл, 2,5 миллиард жылға дейін болды. Сосын ол кезде алғашқы бактериялар және көкжасыл балдырлар пайда болды. 3,5 жыл, 2,5 миллиард жыл, 1,550 миллиард жылға дейін протерозойның Карелий деген заманы болды, кезеңі болды. Сосын 1,550-600 миллиард жылға дейін Вент кезеңі болды. Сосын Рифей кешіріңдер, сосын Вент кезеңі болды. Сосын палеозой, көк түспен белгіленген 6 кезеңі болды. Палеозойдан кейін мезозой болды, сары түспен, және кайнозой, қазіргі заман, жаңа заман. Ол өте кішкентай, осындай жердің жасына қарағанда өте кішкентай кезең. Ал енді архей заманы, ежелгі заман, 3500-2600 миллиард жыл бұрын пайда болған. Сол кезде мен айтқандай көкжасыл балдырлар және бактериялар пайда болған. Ұзақтығы 1,5 миллион жыл. Атмосфераның құрамында хлорсутегі, метан, аммиак, көмірқышқыл газы, күкірт сутек, оттегі азот болған. Құрлықта және атмосфераның биоорганикалық заттары органикалық заттарға айналады. Өйткені көкжасыл балдырлар фотосинтездерге бейімделген. Гетеротрофтар пайда болды. Гетеротрофтар дегеніміз олар дайын органикалық заттармен қоректенетін ағзалар. Ол кезде ол бактериялар болған. Топырақ пайда болған және су пайда болған. Соның архейінің соңында атмосфера оттегімен қаныға бастайды. Келесі заман ол протерозой заманы. Протерозой заманының ұзақтығы 1300 миллион жыл. Атмосфераның құрамында сутегі, метан, көмірқышқыл газы, күкірт сутек, оттегі және азот болған. Сол кезде қандай өзгерістер болған? Бір жасушалы жасыл балдырлар басым болды теңіздерде. Шөгінді жынысты қарқынды түзілді.
заманның соңында қарай омыртқысыздар көбірек дамыды. Қарапайымдылар, ішекқуыстылар, губкалар, ұлулар, құрттар, трилобиттер мен тікенек терілер дами бастады. Протерозой заманының соңында атмосфераның көлемі 1%-ға дейін жетті. Келесі заман ол бізде палеозой заманы. Оны ертедегі тіршілік деп атайды. Ұзақтығы 300 миллион жыл атмосфераның құрамында қазіргі атмосфераға ұқсас болған азот, оттегі болған және инертті газдар болған. Палеозой заманы 6 кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең Кембрий деп аталады. Кембрий кезінде көптеген ағзалар суда өмір сүреді. Құрлықта бактериялар мен көкжасыл балдырлар болады. Жоғарғы өсімдіктер пайда болады. Ең бірінші құрлыққа шыққан өсімдіктер псилофиттер деп аталады. Келесі ол ордовик, хордалы жануарлар пайда болады. Үшінші кезең ол силур кезеңі. Аяқ басты моллюскалар дамиды. Жер бетінде өсімдіктер жақсы дамиды. Жануарлар құрлыққа шыға бастады. Ең бірінші жануарлар ол өрмекшілер болған. Кембрий кезеңдегі тіршілік еткен жануарлар трилобиттер, бұлтық құрттар және суда губкалар болады, және ең алғашқы жерге шыққан өсімдіктер ол псилофиттер болады. Псилофиттерде тамырлары болмайды, тамырға ұқсас ризоидтер болады жерге тіркелу үшін. Жоғарғы өсімдіктер қырықбуындылар пайда болады, бұлқылдақ денелілер пайда болады. Ордовик кезеңінде суда көптеген жасыл, қызыл, қоңыр балдырлар пайда болады, тікенек терілер пайда болады. Мысалы, міне теңіз жұлдызы, бұлқылдақ денелілер болады және коралл рифтері дамиды. Палеозой заманы ортаңғы тіршілік деп атайды. Оның тағы 3 кезеңі болады. Ол Девон. Девон теңіздегі нағыз балықтар тіршілік етеді. Үлкен жапырақты споралар, қырықбуындылар, плаундар, қырықжапырақтылар пайда болады. Құрлық өсімдіктер ауаны оттекпен байытады. Қосмекенділер дами бастайды. Карбон кезеңі споралы өсімдіктер, үлкен ормандар пайда болады. Жабық тұқымды өсімдіктер пайда болады. Бауырмен жорғалаушылар пайда болады. Және 60 кезең ол перим деп аталады. Ашық тұқымды өсімдіктер кезеңі, бауырмен жорғалаушылар алуан түрлері пайда болады. Девон кезеңі балықтар кезеңі деп атайды. Мынандай балықтар болған, миногалар, қазіргі кезде де олар бар, акулалар дамиды, және қосмекенділер, остегоцефалдар алғашқы жануарлар болады. Карбон кезеңінде жәндіктер дами бастайды және бауырмен жорғалаушылардың көне формасы ол готерия деп аталады. Қазіргі кезде де Австралияда кездеседі. Перим кезеңде ашық тұқымды өсімдіктер дамиды. Оған шырша, қарағай, туя деген өсімдіктер жатады және бауырмен жорғалаушылар дамиды. Осымен бізде сабағымыз аяқталды. Үйде осы 3 кезеңді тағы да оқып жазып алыңдар. Архей, палеозой және протерозой заманында қалай тіршілік дамыды. Мен қосымша лекцияны сайтқа тіркейміз, оны қарап жазыңдар. Және сөз жұмбақты шешіп дәптерлеріне жазып қойыңдар. Сосын сайтта оқулық тіркелген. Осы оқулықты жүктеп оқыңдар 24 параграфты және сұрақтарға жауап беріңдер. Егер сендерде сұрақтарың болса, бірдеме түсініксіз болса, WhatsApp-қа жазуға болады. Сау болыңдар балалар.